Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары. Бүгінгі видеода мен сендерге 6 юниттің яғни 6 бөлімнің жалғасы 72-73 беттерді түсіндіріп талдап беретін боламын. Ендеше кеттік. Vocabulary and listening дейді, яғни сөздік және тыңдалым бөлімі. Бірінші жаттығу бізде weather conditions дейді, ауа райы жайында тапсырмалар орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма exercise 1 listening, яғни тыңдалым бөлімі. Match 6 of the words in the box with the photos and listen and check. Енді мына 6 суретте берілген ауа райларды сипаттап жаз дейді. Яғни бізде бірінші сурет қарлы, яғни қар бар. Бұл snowy, қарлы ауа райы. Екінші бізде күн шығып тұр, яғни sunny. Үшінші жаңбырлы rainy. Төртінші бізде найзағай болып тұр, stormy. Бесінші бұлтты, бұл бізде foggy. Алтыншы бізде яғни мұздар бар, icy дейміз. Келесі екінші жаттығу exercise 2 working pairs, жұптық тапсырма дейді. Mime and guess weather words in exercise 1. Бірінші жаттығудағы сөздерді қолданып, мимикамен, яғни ымдаумен түсіндір дейді. Келесі бұл сыныпта орындалатын тапсырма. Келесі үшінші жаттығу study strategy, noun from adjectives дейді. Match the nouns with adjectives in exercise 1. Which word doesn't change? Яғни бірінші жаттығудағы сөздерді қасына зат есімдерін жаз дейді. Яғни ол бізде ауа райы қандай екенін білдіреді, яғни қарлы, қандай сын есім, қарлы дегеніміз сын есім. Соны зат есімге айналдырып жаз дейді. Яғни бұл жерде sunny, күнді, яғни оны зат есімге айналдырып болсақ, күн, не күн болады. Келесі cold, яғни ол өзгермейді, cold болады. Және де бұл жаттығуда өзгермейтін қандай сөз бар, соны табу керек болатын. Яғни cold өзгермейді. Foggy бізде бұл яғни тұманды, яғни тұманды, foggy. Тұман дегеніміз зат есімге айналдырғанда тұман болады, яғни fog болады. Келесі windy, желді, яғни оны аударған кезде зат есімге wind болады, жел, wind. Келесі icy, мұзды, біз зат есімге айналдыратын болсақ, ice болады. Snowy, бізде қарлы, зат есімге айналдырғанда snow, қар болады. Hot, ыстық, heat, бізде ыстық. Rainy, жаңбырлы, rain, жаңбыр. Cloudy, бізде бұлтты, cloud, бұлт. Stormy, бұл бізде найзағайлы, яғни storm, найзағай. Және де cold doesn't change дейді. Cold өзгермейді деп жазамыз. Келесі төртінші жаттығу look at the photo and listen to an interview with Kenford. Суретке қара және Kenfordтың интервьюін тыңда дейді. Яғни бұл listening. Choose a correct answer. Және де мына сұраққа дұрыс жауап бер дейді. Тыңдалым бойынша Kenford is going to study. Kenford оқығысы келді дейді. Яғни қаяқта ice in the Antarctic in the summer. Яғни жазда Антарктидада болғысы болды дейді. Төртте си жауап болады. Келесі бесте listen again and write true false дейді. Тыңдалымды қайтадан тыңда дейді. Және true false дұрыс еместі жаз дейді. Және дұрыс емес сөйлемді дұрыста дейді. Бірінші Ken is going to walk to the South Pole. Ken South Poleға барды дейді. Яғни дұрыс true. Тыңдалым бойынша осылай true дұрыс болады. Келесі he won't see polar bears. Ол полярлық аюларды көрді дейді. Көргісі келді дейді. Яғни true. Келесі he thinks he will see penguins. Ол ойлады, оны пингвиндар көрді деп дейді. True. It won't be very cold in November. Олар яғни өте суық болады деп ойлады дейді. Яғни ол дұрыс емес, false. It will be very cold in November. Яғни қараша айында ол жер өте суық болады. Келесі it will be very windy there. Және де ол жер желді болады дейді. Яғни ол дұрыс емес. Бізде true. Бізде бесте дұрыс болады. True. Келесі he's going to take his mobile phone.
Ол өзімен бірге ұялы телефон алды дейді. False, дұрыс емес. He is going to take his satellite phone. Яғни өзінің типа рация сияқты телефонын алды дейді. Келесі 6-шы жаттығу work in pairs, ask and answer the questions about the weather. Жұптық тапсырма және ауа райы жайында сұрақтар қой және оған жауап бер дейді. Use the phrases in the box and the words in exercise 1 and 3. Бірінші және үшінші жаттығудағы сөздерді қолданып кішігірім диалог құра дейді. Яғни құрайтын болсақ, бұл жаттығуды көшіріп алу міндетті емес. Барынша өзіміз ұқсатып орындауымызға да болады, және де видеоны айналдырмай соңына дейін көреміз. Себебі айналдырсақ сабақты дұрыс түсінбей, мұғалімнен сөз естуіміз мүмкін. Ал ендеше кеттік. What's the weather like today? Бүгін ауа райы қандай дейді. It's cold and snowy. Бүгін күн суық және қарлы деп жауап береміз. Келесі. What's the weather usually like in summer? Сен жазда қандай ауа райын атасың дейді. It's usually hot and sunny. Мен ыстық және күнді ауа райды ұнатамын, арасында желді болып тұрады дейді. Осылай жауап береміз. Келесі бізде 73-ші бет. Language focus дейді. Will and won't. Бірінші жаттығу. Exercise 1. Complete the sentences from exercise 5 on page 72. Then answer the questions. Яғни мына бос орындарды 72-ші беттегі 5-ші жаттығудағы сөздер арқылы 5-ші жаттығуға ұқсатып жаза дейді. Бірінші жаттығу, яғни Ken is going to walk to the South Pole. Келесі. He won't see polar bears. He thinks he will see penguins. It will be very windy there. He is going to take his mobile phone. Осылай сөйлемді құрап жазамыз. Келесі. Бізде сұраққа жауап беру керек. Which two sentences are plans? Қандай сөйлемдер план болды дейді. Бірінші және 5-ші деп жауап береміз. Can walk to the South Pole and he take his mobile phone. Осы екеуі бізде plan sentence болады. Келесі. Which three sentences are predictions? Sentences 2, 3 and 4. 2, 3, 4 деп жауап береміз. Келесі. What is the negative form of will? Will'дің болымсыз түрі бар ма дейді. Яғни won't болады. Келесі екінші жаттығу. Exercise 2. Match the questions with the answers. Then complete the rules дейді. Сұрақтарға мына жауаптар бойынша жауап бер дейді. Және мына ережені дұрыстап толықтыр дейді. Бізде бірінші. Will he see penguins? Ол пингвин көргісі көрді ме дейді. Жауабы B болады. Yes, he will. Will it be windy? Желді болды ма дейді. Жауабы C. Yes, it will. Келесі. Will polar bears attack him? Полярлық аюлар оған шабуыл жасады ма дейді. No, they won't. Олар шабуыл жасаған жоқ деп жауап береміз. Келесі ереже бізде in questions with will, біз will формасына сұрақ қойған кезде the word order is бізде сөз ауысады дейді. Will plus noun or pronoun plus verb. In short answers, the word order is yes or no plus pronoun plus will or won't. Яғни мына сөздерді бос орындарға жазып шығамыз. Келесі үшінші жаттығу. Write sentences with will and won't and the verbs in brackets. Яғни will және won't сөздерін қолданып және жақшадағы сөздерді сәйкесінше ауыстырып жаз дейді. Бірінші. I, яғни бірінші бізде I won't use my mobile phone. Яғни мен өзімнің ұялы телефонымды қолданбаймын дейді. Келесі. It will be cold in the Antarctic. Антарктикада, яғни күн суық болмайды дейді. Үшінші. I think she will phone me tonight. Төртінші. You won't get lost because you have got a map. I hope we will see penguins болады. It won't rain tomorrow, so you won't read waterproof clothes. Келесі төртінші жаттығу. Exercise 4. Read situations 1 till 6 and make sentences with the phrases in brackets. Use will and won't. Бұл жерде де жаңағындай
will мен won't қолданып жақшадағы сөздерді. Үшінші жаттығудағыдай жақшадағы сөздерді ашып және will және won't сөздерін қолданып жазу керек. Әрқайсысын оқып аударып уақыт құртқанша сендерге жаттығудың жауабын бере салайын міне. Келесі 5-ші жаттығу. Write questions about the future using the verbs in the box, then ask and answer with a partner. 5-ші жаттығуда біз сөйлем құрамыз керек. Ол сөйлем бізде міне жауабы бар. Және де 6-ші жаттығуда write predictions about your future. Use the phrases below and your own ideas and ask and answer with people in your class. Мына сөздерді пайдаланып, сен болашақта не істегің келетін жайында бір-екі сөйлем жаз дейді. Яғни, will you live in a different country? Сен әртүрлі қалаларға барғың келеді ме деп жаздым. Yes, I will. Я, мен барғым келеді. I will go to the USA. Мен ақшқа барғым келеді деп жаздым. Яғни, бұл жерде әр оқушы әртүрлі жазуға болады. Яғни, мына сөздерді аудармасын аударып алып, әртүрлі сөйлем құрап жазуға болады. Сол кезде мағыналар өзгереді. Мен бұны жазған себебім сендерге түсінікті болу үшін жаздым.